Күн баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі узордың тоқылу үлгісін көрсетемін. Бұл узормен шапка, береткі тоқсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Узордың тоқылуы қиын емес. Бұл жерде екі симметр ілмегі және узордың өзі 3 ілмектен тоқылады. Теріс жағынан міне осылай көрінеді. 2-2 резина секілді. Симметр ілмегі оң ілмектер теріс жағынан оң болып тоқылады. Өте әдемі узор. Бұл жерде бір рапорты узордың 5 ілмекке келеді, өйткені 2 теріс ілмек және 3 ілмектен узор тоқылады. Сонда барлығы 5 ілмектен. Қазір тоқылу барысын мен сіздерге көрсететін боламын. Мен бізімізге 24 ілмек іліп алдым. Бұл 2 шеткі ілмекті қосқанда. Бұл жерде 2 ілмек симметр ілмегі және узор 3 ілмектен тоқылады. Кардиган шапка тоққан кезде манжет тоқып аласыздар да, одан кейін бірден осы узорды тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылмайды, шеткі ілмек, одан кейін 2 ілмекті теріс тоқимыз жіп тоқыманың алдында. Енді мына 3 ілмектен узор тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыздағы, 2 ілмектен осылай 1 ілмек тоқимыз. 1 ілмек тоқимызда бірінші ілмекті бізден босатып, одан кейін соңғы ілмекті тағы да бір тоқып аламыз. Осылай тоқылды. Енді 2 ілмек симметр ілмегін оң жағынан осылай теріс тоқи береміз. Енді 3 ілмектен узор тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылмайды. Одан кейін 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, бірінші ілмекті бізден босатып, 3 ілмекті өз-өзіне тағы да бір тоқимыз. 2 симметр ілмегі. Бірінші ілмекті тоқымаймыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, 1 ілмекті бізден босатып, соңғы ілмекті алып қаламыз да өз-өзіне қайтадан бір тоқимыз. 2 симметр ілмегі. Узор, бірінші ілмегі тоқылмайды. 2 ілмектен 1 ілмек, 1 ілмекті босатып, соңғы ілмекті өз-өзіне бір тоқимыз. Және соңында 2 теріс ілмек, шеткі ілмек, онда теріс тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан жаңағы симметр ілмектері оң тоқылады. 2 оң ілмек, одан кейін узор. Жіп тоқыманың алдында бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз да, 2 ілмекте 1 ілмек тоқып, бірінші ілмекті бізден босатып, соңғы ілмекті тағы да теріс бір тоқимыз. Сонда біз жаңа оң жақтан қайталағанды енді теріс жағынан қайталаймыз. Тек теріс тоқимыз узорды. Бірінші ілмек тоқылмайды. Одан кейін 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, бірінші ілмекті босатып, соңғы ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Симметрия ілмектері. Бірінші ілмекті тоқымаймыз. Жіп тоқыманың алдында 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқып, соңғы 1 ілмекті өз-өзіне тағы бір тоқып аламыз. Тоқымаймыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Одан кейін соңғы ілмекті алып қаламыз да, оны өз-өзіне бір тоқимыз. 2 теріс ілмек, 2 оң ілмек симметр ілмегі, және соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Бұл шеткі ілмек. Осылай тоқылды. Енді өстіп, тура осылай қайталай береміз. Бұл узор 2 жолдан ғана тоқылады. Жаңа қалай бастадық? 2 теріс ілмек жіп тоқыманың алдында. Тоқылу өте оңай әрі әдемі узор. Бірінші ілмекті тоқымаймыз. 2 ілмекті 1 ілмек тоқып, бірінші ілмекті босатып, бұл ілмекті бір тоқып аламыз. 2 теріс ілмек. Бірінші ілмекті тоқымаймыз.
2 ilмектен 1 ilmek toqып, бұл ilmekті бізден босатып, соңғы ilmekті бір тоқып аламыз. 2 теріс ilmek. Бірінші ilmek тоқылмайды. 1 ilmek. Соңғы ilmekті тағы да өз-өзіне бір тоқып аламыз. 2 теріс ilmek. Бірінші ilmekті тоқымаймыз. 2 ilmектен 1 ilmek тоқып, соңғы ilmектен тағы өз-өзіне 1 ilmek тоқимыз. 2 теріс ilmek және соңғы ilmek теріс тоқылады. Енді бұл тоқыманың теріс жағы 2 оң ilmek. Бірінші ilmekті тоқымаймыз, бұл зор. 2 ilmектен 1 ilmek тоқып, соңғы ilmekті өз-өзіне бір тоқимыз. Бірінші ilmek тоқылмайды, және жіп тоқыманың алдында. 2 ilmектен 1 ilmek, және соңғы ilmekті өз-өзіне бір тоқимыз. Бірінші ilmek тоқылмайды. 2 ilmектен 1 ilmek, және соңғы ilmekті тағы бір тоқып аламыз. Соңында 2 симметрия ilmегі және шеткі ilmek. Осылай тоқылды. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып артына тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.